Құрылғанына 3 жылдай уақыт өтті. Әлде тиімділігін көрсетпей отыр. 3,1 миллион азамат сақтандырылмаған. Менің өткен жылғы қаржым жылдың аяғында жойылады ғой. Неге ол зейнетақы қоры сияқты жинала бермейді? Бұл әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының шотына түспейді, шотында жоқ, бұны олар көре алмайды. Неге бірден дәрігерге бара алмаймыз? Лорға болсын, эндокринологы бар, басқасы бар. Неге біз бірінші жалпы тәжірибелік дәрігерге барамыз? Өз түнімен ауырып отырған адам кезекке тұрады тағы да. Одан кейін оның кезегін күтеді, одан кейін ол направление шығарып береді. Ол қашан келетінін бір Құдай біледі. Мен бұл жолға қоюға, жүйелеуге шақырамын. Қайырлы күн, құрметті Жамбыл Инфо көрермендері. Бүгін бізде кезекті сұхбат. Біздің бүгінгі сұхбатымыздың спикері, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының Жамбыл облыстық филиалы бойынша директорының орынбасары Ғайни Төленқызы Аймағамбетова. Қош келдіңіз, Ғайни ханым. Жалпы осы міндетті әлеуметтік медициналық қордың төңірегінде негатив әңгімелер өте көп болады. Жақында өткен үкіметтің кеңейтілген отырысында да президент медициналық сақтандыру жүйені тиімсіз деп атады. Құрылғанына 3 жылдай уақыт өтті. Әлде тиімділігін көрсетпей отыр. Рахмет, бүгін сұхбатқа шақырғандарыңызға. Лаура ханым, бұл бір кен тараған тақырып, бұның жан-жағында шын мәнінде де өте көп сұрақтар. Алайда қалай айтқан күнде де бұның бәрі алдымен халықты ел экономикасына тартуға байланысты. Бұл осы жаңағы сақтандыру жүйесін енгізілгендегі ең басты тақырыптың бәрі. Соны біздің ұмытпағанымыз абзал. О кісіден басқа да мына мысалға медициналық қоғамдар, сарапшылар да үнемі көп деген сын айтады бізге. Олардың бәрі рас. Көш жүре келе түзеледі, кемшілік жоқ емес. Мәселен, бүгінгі күнге республикамыз бойынша 3,1 миллион азамат сақтандырылмаған. Біздің облысымыз бойынша 235 мың адам сақтандырылмаған сол 3 миллионның ішінен. Ол 235-тің ішінен 171-і орта есеппен 40 тағы азаматшаларымыз біздің облысымыздың. Олар мынау соңғы бір жылдың ішінде бірде-бір ақысын төлемеген. Және көп азаматтар, мысалға, былтырғы жылы мен ақымды төлеген жаңағы, неге үшін төлеймін ақымды? Себебі мен медициналық көмекке жүгінген жоқпын деп сұрақ қояды. Сол сұрақты шешу үшін бүгінгі күнге заңнама, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру заңына өзгерістер енгізіліп жатыр. Оныған 2 тәсіл қойды. Оның біреуі өткен 12 айға емес, алдындағы 12 айға өз-өзімен еңбекпен қамтыған азаматтар төлеу мүмкіншілігі болады. Сонда мысалға жаңағы республикалық заңнамада бекітілген ең төменгі жалақы 60 мыңды құраса, соның 5%, 3 мың теңгені құрайды. Оны 12 айға көбейткенде 36 мың теңге болады. Ол да аз бір жылға, ол да аз қаржы емес әрине. Бірақ оны төлеген жағдайда ол азаматтардың медициналық көмекті шектеусіз алуға мүмкіншілігі болады. Сол 36 мың теңгенің арқасында бұл операцияларды жасауға мүмкіншілігі болады. Және де көптеген консультативті диагностикалық қымбат тұратын медициналық зерттеулерді алуға мүмкіншілігі болады. Сол үшін сондай үкімет бізге мүмкіншілік беріп тұр. Сөзіңіз аузыңызда, мен осы тұрғыда айтқым келіп тұр да, жалпы мысалға мен өзімді мысал ретінде алсам. Осы жылы 2021-де бір жыл бойы тұрақты жұмыс істеп, жаңағы медициналық әлеуметтік сақтандыру қорына ақша төледім. Енді келесі жылы 2022-де мен белгілі бір себептермен жұмыстан шығып қалдым. Менің өткен жылғы қаржым жылдың аяғында жойылады ғой. Сол қаржыны мысалға мен жұмыс істемейтін кезде неге пайдаланбасқа? Неге ол зейнетақы қоры сияқты жинала бермейді? Оны мен түсіндіре кетейін. Бұл жинақтаушы қор болып саналмайды. Себебі жаңағыдай айтып отырмыз. Бұның төлемі ең төменгісі адам басына айына 3 мың, және жалақыдан ұсталатыны 12 мың. Мысалға, үлкен жалақы алатын азаматтар 12 мыңнан артық төлемейді. Сонда 3 мың мен 12 мыңның арасында төленеді. Егер бұл жинақтаушы болатын болса, сіз өзіңіздің еміңізге толық жинауыңыз қажет болады. Ал егер сіз жаңағы жыл сайын 36 мың, 40 мың, 100 мың төлеген кезіңізде сіз
жүз мыңдаған, миллиондаған көмектердің қызметі көрсетіледі. Ол жерде шектеу жоқ. Сіз ай сайын 3.000 төлейсіз ба, 12.000 төлейсіз ба? Бұл жерде егер жинақтау шығып қойса, бұл жерде шектеулер болады. Сіздің мысалға бір ғана түрді көмектің алуға болатын, мысалға одан қымбаттан тұратын, одан қомақты жаңағы зерттелеу керек болса, оған сіздің мүмкіншілігіңіз болмай қалады. Мысалға сіздің өзіңіздің аздаған қаржыңызбен сіз көмек көрсетесіз, және егер былтырда сіз көмек алмаған болсаңыз, сіздің төлегеніңізге Қазақстанның басқа мұқтаж болған азаматы алуға мүмкін. Біздің осы енгізілген. Ал келесі жылы мен жұмыс істемеген кезде маған қызмет керек болған жағдайда мен не істеймін? Сіздің мысалға үзіліп қалған жағдайда бір себептермен айтайық, мысалға сәуір айынан бастап сіз жұмысыңыз тоқтап, сәуір айынан кейін сіз жаңағы өзіңіз жұмыспен еңбекпен қамту ретінде ай сайын 3.000 теңге төлеп отыруыңызға болады. Немесе ең төменгі көрсеткіш бар 3.063, соны төлесеңіз болады. Сондай төлемдерді сіз ары қарай өзіңізді сақтандырумен қамтуға мүмкіншілігіңіз бар. Жалпы міндетті сақтандыру қорының бюджеті қаншалықты ашық? Қаншалықты ашық екенін оны айтайын. Жалпы мынау түсетін қаржының бәрі бұл ұлттық банкінің арнайы шотында шұғылданады. Бұл әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының шотына түспейді, шотында жоқ, бұны олар көре алмайды. Бұның есеп ұлттық банкімен жүргізіледі. Сосын мынау қордың филиалдары әртүрлі медициналық көмектермен, жаңағы медициналық ұйымдармен жасалған келісім шарт негізінде медициналық ұйым көмекті көрсеткеннен кейін сол информационалық жаңағы біздің министерствоның информационалық жүйелерінде сол қызметтер көрсетіліп айқындалғаннан кейін оның бәрі сараптамадан өтіп мониторинг жасалып, ол кезең жабылып, мысалға шілде айы жабылып жатыр, қазір сол жабылып біздің жаңағы информационалық жүйеде жабылған көмектің түрі ұлттық банкіден бөлінген осы жылдың жоспарына бөлінген қаржыдан төленеді. Соны ескеру керек, оның бәрі ашық. Және де қордың өзінің шыққан шығыны, мысалға жылдағы көрсеткені, басқа да толық информацияның бәрі ашық ФМС КЗ ресми сайтында көрсетіледі. Оның қайсы, мысалы, жалақыға қанша кеткенін, басқа да сатып алу заттарына қанша кеткенін, оның бәрі айқындалып ашық көрсетіледі. Өткен жылы Жамбыл облысы бойынша қанша қаражат түсті? Өткен жылы біз медициналық көмек көрсетуге 110 миллиард бөлінген. Оның ішінде 13 миллиарды жаңағы КВИ-ға болып қаралды. Биылғы жылға КВИ былтырғы жылмен салыстырғанда аз, биыл 96 миллиард қаралып отыр медициналық көмек. Бұл жаңағы оның 57 миллиарды, кешірім сұраймын, тегін медициналық кепілдендірілген шеңберінде, 39 миллиарды бұл жаңағы әлеуметтік медициналық сақтандыру шеңберінде көмек көрсетуге келісім шарттар жасасқан көлемі. Жақсы. Менде мынандай тағы да бір сұрақ бар. Жалпы мәселен бір қарапайым мысал келтірейікші, бір азамат түніменен жаңағындай құлағы ауырды делік. Ертесіне құлағы ауырған адам әрине ол лорға барады. Бірақ бізде емханаға бірінші жалпы тәжірибелік дәрігерге баруын қажет. Одан кейін барып, узкий специалист дейміз ғой, жаңағындай әртүрлі дәрігерлерге жібереді, лорға, басқасына. Неге бірден жаңағындай дәрігерге бара алмаймыз? Лорға болсын, эндокринологы бар, басқасы бар. Неге біз бірінші жалпы тәжірибелік дәрігерге барамыз? Өз түнімен ауырып отырған адам, ол жаңағы ВОП дәрігерге кезекке тұрады тағы да. Одан кейін оның кезегін күтеді, одан кейін ол направление шығарып береді, ол қашан келетінін бір Құдай біледі. Неге олай? Неге бірден узкий специалистке жіберуге мүмкіндік жоқ? Бірден узкий специалистқа жіберу мүмкіншілігі жоқ дейтініміз, біріншіден бұл принцип семейности деп айтылады. Бұл өте маңызды. Бұның негізінде жаңағы денсаулық паспорты жүргізіледі. Мысалға азаматтар әр жерде көрінгеннен, оның бәрі информационалық жүйеге дер кезінде
сапалы кіргізілбегендіктен оның мысалы қай дәріге аллергиясы бар немесе қай дәрі қолданғанын, қай дәрі қай ауру оны жаңағы бейінді дәрігердің өзі де анықтай алады ғой. Енді мен бұл жерде айта кетейін. Мысалға жаңағы ВОП дәрігерге участковыйға 1700-ден астам адам тіркелмейді. 1700. 1700-ді бұл дәрігер отбасымен бақылауға алу міндетті. Оның 1700 жаңағы дәрігердің оған тіркелген азаматтардың және оның медсестрасының телефоны міндетті түрде болу керек. Ол құпия емес. Ондай болған жағдайда жаңағы экстренный десе, экстренныйды жаңағы ондай жағдайларда телефонмен направление алса да болады. Қатты қиналған жағдайда. Ал егер оны ауырып тұрса, ол ауруханаға бара береді. Егер ол шұғыл ауырып тұрған болса, ол терапевтке барудың қажеті жоқ. Шұғыл түрде болса, бірдей ауруханаға бара береді. Бұл жерде шұғыл түрде қаралуын сақтандырылған, сақтандырылмағанына қарамайды. Біздің еліміздегі халқы, біздің қандастарымыз және шетелден келген азаматтар ешқандай медициналық көмектен тыс қалмайды. Сақтандырылмаған азаматтар шұғыл түрде мынау жаңағы жедел жәрдем, ұшақпен немесе шұғыл түрде ауруханаға жату, бір отаға тап болған кезінде олардың бәрі шұғыл түрде сақтандырылған, сақтандырылмаған мәртебесіне қарамай жасала береді. Осы тұрғыда мен бір медициналық сарапшының пікірін естідім да, жаңағы мен айтқан жағдайды ол да айтып отыр. Оның пікірінше жаңағы бірінші жалпы тәжірибелік дәрігерге, одан кейін узкий специалистке жібереді ғой. Сол екі қызметті алған үшін олар медициналық ұйымға қаражат түседі дейді. Жаңағы неден, мәмістен. Қаншалықты рас? Бұл жаңағы участковый сол үшін сондай жүйе қарастырылған дейді. Ол үшін ол жүйе қарастырылмаған. Біріншіден біздің мысалға көптеген ВОПтар жаңағы құлақ ауырамы, сахарный диабет бола ма, оны узкий специалисттар оның мысалға дәрісінің немесе оның диспансерлық ауруды жүргізбейді. Оны көбінесе жүргізетін жаңағы бір аурулардың түрлері ғана болмаса, жаңағы участковый врач жүргізеді. Бұл ол үшін емес. Біз участковый врач қабылдады, қабылдамаған үшін төлемейміз. Ол жаңағы комплексный подушевой норматив. Ол врачта 1700 адам бар ма, 1600 адам бар ма, ол сол адамның қаржысын қабылдағанда, қабылдамағанда емес, сол азаматтардың тіркелген үшін төленеді. Ал жаңағы узкий специалисттар, олар жаңағы көрсеткен көмек үшін төленеді. Жалпы міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры құрылар алдында азаматтардың денсаулық сақтауға жұмсайтын шығындары расымен көп болды. Жаңа жүйе сол шығындарды 2 есеге азайтады деген болжам болды. Осы қор құрылардың алдында халықтың шығыны азайды ма? Нақты цифрлар бар ма? Мен енді басқа облыстың ғана емес, өзіміздің облысымыздың цифрларымен айтқанымда 2019 жылы консультативтік диагностикалық көмекке қазір 12 миллиард қаржы бөлініп тұрса, ол кезде 1 миллиард 500 миллион қаржы бөлініп тұратын. Мемлекетіміз бойынша жаңа консультативтік диагностикалық көмек 5,5 есе ұлғайды. Мынау 16 медициналық 16 дейміз ғой. Бұрын бізде бары бір аз-маз 2-3 мекеме көрсете алатын. Ал мысалға мынау үлкен біздің облыстық аурухана, мынау қалалық аурухана, балалар ауруханалары сол мысалға бірінші ауырған бетте бірінші этапын жаңағы 16-ның бірінші кезеңін емдеген кезде ғана көрсететін, кейінгі екінші, үшінші этапына қаржы ол тегін медициналық кепілдендірілгенде қаралмайтын. Қазір қаншама біздің апаларымыз, ағайларымыз мысалға инсульт, инфаркт алған жағдайда екінші, үшінші кезеңдерін алып жатыр. Оның стационарлық түрде, күндізгі стационарлық түрде, немесе амбулаториялық түрде барып жаңағындай өзіне қажетті жарты күн емін алып қайтып жатыр. Ол әрине медициналық сақтандыру жүйесіне енгізілген шеңберінде. Медициналық көмектің өзі былтыр 4 миллиард болса, ол енгізілге дейін 4 миллиард болса, қазір 12 миллиард. Оның айырмашылығы бар ма? Ол халыққа қызмет көрсетіліп жатыр ма? Ол көрсетіліп жатыр ғой. Оны жоққа шығаруға болмайды ғой. Бұл жүйенің тиімділігі, Лаура ханым, мен сізге айтайын, ақаудың жоқ емес, ақау бұл болады.
сосын мынау сын ескертпелерді немесе бүгінгі түскен арыз шағымдарды ой мынау біз дұрыс бәрі жаман екен деп бір қолмен сілтеп жауып тастайтын нәрсе емес бұл. Бұл жылдар, бұл 10 жылдар керек бұның жөнделуіне. Дамыған мемлекет ең үлкен ертеден енгізілгеннің бірі Венгрия. Соның өзі 100%-ның 94% сақтандырылған. 1997 жылы енгізілген жаңағы Польша дамыған мемлекеттің бірі бүгінгі күнге олардың мысалға кәсіп дамығанда, соның 100%-ның ішінен 92%, 6% бізде ол кісілерде сақтандырылған. Біз егер тек жаңағындай сын айтып, тек қана бір тұрғыда қарай беретін болсақ, біз ары қарай дамып, ешқандай қадам жасай алмаймыз. Ал енді жалпы міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру бойынша жаңа Жамбыл облысында қанша адам сақтандырылған? Бізде 915 азаматтар сақтандырылған, 915 мың сақтандырылған, 235-і сақтандырылмаған, 1160-тың үстінде. Сол сақтандырылған адамдардың арасында қандай да бір сауалнама жүргізесіздер ме? Осы қорға қаншалықты қанағаттанасыздар, қаншалықты көңілдеріңізден шығады деген сияқты. Бұл қордың сапасын әрмен қарай жақсарту үшін кері байланысты жаңағы пікірі болған дұрыс қой. Сол тұрғыда қандай да бір сауалнама жүргізіледі ме? Сауалнама жүргізіледі. Біздің мысалға менен сізге бұны қазір нақты цифрлармен айтып бере алмаймын. Сауалнама периодически жүріп тұрады, регулярно жүреді. Ол жұмыс жүргізілмесе тоқтап қалар еді ғой. Сосын ол жерде бір көп айта кететініміз, қазір неге көп мысалы арыз шағым түседі. Бұрынғыдай бәрі жабық емес қой. Қазір мысалға ашық жаңа ФМС-КЗ ресми сайты бар, 1406 сайты бар, сақтандыру бот бар, жаңағы қолдау 24/7 бар, круглосуточно жұмыс істейтін тәулік бойы. Солардың бәріне азаматтар өзінің шағымын айта алады. Бұл көмектің сапасына, дер кезінде ала алмағанына. Бұл біз кемшілік деп санап отырған жоқпыз. Ол халықтың өзіне деген жаңағы өскендігін. Дұрыс қой, талап ете білу керек. Талап еткендеген өскендігіне. Біз оны естіп, сын арқылы сапасы да жақсарады. Сапасы да жақсарады. Мен сол бәріне атсалысып, бұл жолға қоюға, жүйелеуге шақырамын. Себебі бұл тек бір қордың ғана жұмысы емес, барлық азаматымыздың жұмысы. Рахмет сұхбатыңызға, Ғани ханым. Сіздерге де рахмет. Көрермендерге пайдалы сұхбат болып деп ойлаймын. Күніңіз сәтті өтсін.